Мобилді аударымдар арқылы төлем жасаудан бас тартқан алматылық 75 кәсіпкердің үстінен шағым түсті. Соның ішінде 10 саудагерге тәртіптік ескерту жасалынған. Егер заңды қайта бұзатын болса, 150 мың теңгедей айыппұл төлейтін болады. Салықшыларға түскен шағымның көбі төлем қабылдайтын электронды құрылғының болмауына, түбіртектің берілмеуіне байланысты түскен. Айта кетейік, азаматтардың мобилді аударымдарына тексеріс биылдан бастап жүргізіле бастады. Егер айына бір шотқа 100-ден астам аударым жасалса және осындай көрсеткіш 3 ай бойы қайтарымнан қайталанса, мемлекеттік кірістер комитеті тексеруге құқылы. 3 аптаның ішінде бізге 75-ке жуық шағым келіп түсті. Бұл жерде бақылау кассалық машиналар қолданбағанға, болмаса қолма-қол ақшаны талап етуді төлеу ретінде. Бұл сұрақтарды қарастыру аясында бүгін 10 жеке кәсіпкер, мысалы ол салық төлеуші предупреждение болды, жаңа айтып өткендей қалғандармен жұмыс істеп жатырық. Енді қазір салық төлеушілер расында да өсіп келе жатыр. Жылдың басынан 6 мыңға жуық жеке кәсіпкер тіркелген. Пост терминалдардың саны, QR кодтардың саны 12%-ға өскен.